саламатсыздар ма, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін осындай бір әдемі жаңа жылдық сыйлық балаларға базарлық айдарын бастайын деп отырмыз. Ол үшін біздерге екі түрлі жіп керек, ақ жіп және қызыл жіп. Көзін жасау үшін екі моншақ немесе көзге арналған астында түйіні жоқ осындай екі қара моншақ керек және қызыл моншақ керек. Сосын мынандай цвет қағаз керек. Және осы бары ақ қағаз керек. Егер сіздерге осы ұнаса, алып бастайық. Ол үшін және біздерге қайшы керек, желім керек. Ал бастаймыз. Менімен бірге осы аяз-атаны жасап шығуға дайын болсаңыздар. Ол үшін мынандай оралған қағаздың ортасы керек болады. Бабиннің артық болса, қайта тастауларыңызға болады, биіктігін көрсетіп. Енді бастайық. Осылайша соңына дейін айналдырып жапсыра береміз. Әр жеріне желімізді жабыстырып қойып, желімдеріңіз қатпай тұрғанда қарап қойыңыздар, осылар ашылып қалмасын. Осылайша айналдырып жасай береміз, бұрап соңына дейін, мына жерге дейін. Осылайша қаттырақ ұстап отырып, айналдыра бересіздер басына дейін. Жақындап болып қалдық. Енді шетіне клейлерін жағып, соңғы жақтарын клеймен ұстатсақ болады. Тарқап кетпеу үшін. Айналдырып шықтық. Енді біз мынадай бір дөңгелек қағаздан қиып, былай етіп қиып, дөңгелек қағаздан осындай қиып аламыз. Содан кейін желімімізді дайындап қойып, түнін бітеміз. Енді қағаздан осындай көлемде ақ қағаз қиып аламыз да, осы жеріне жабыстырамыз. Папа жұмыс па еді кешкесін бе? Кешке жұмыс па? Одан кейін жібімізді аламыз да, молырақ қылып,
Әрбіреуіне жіп өткізіп аламыз. Сонан соң жақсы етіп желімізді жағамыз да. Желімге байқаспаңыздар, қолдарыңыз кетіп болмаңыздар. Мына жер кішкене шым істеп кетті. Желімді негізі мына жаққан дұрыс болады сияқты. Шамамыз келгенше әдемілеп осы жерге жапсырып шығамыз. Осылайша жапсырамыз. Әдемі.
Не осындай бізде аяз ата шықты. Мына бір жерінде тесігі бар. Қазір көрсетемін. Жаңа жылға құрметті менің каналыма келген қыз келіншектер. Міне осындай бізде аяз ата шықты. Өте керемет жаңа жылдық сыйлық. Егер осы ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздерді сұраймын. Балаларға сыйлық айдары жалғасатын болады. Алда жаңа жыл келе жатыр. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бірге балаларға сыйлық жасауға.